Сәлем достар, бүгін 1,5 жылдай бойы күткен күн. Бүгін мен Швецияның елшілігінде сұхбат өтемін. Ол сұхбат Швецияның ВНЖ-сын алу үшін. Ол сұхбатта мен күйеуім екеуміздің қарым-қатынасымыз туралы, некеміз жайлы сұрақтарға жауап беремін. Ал елшіліктің және миграцияның қызметінің мақсаты біздің некеміз шынайы екенін тексеру. Жаңа ғанандай бір американдық фильмдағыдай соған дайындалдық. Бір жағынан кішкене қобалжып жатырмын. 1,5 жыл бұл күнді күткеннен кейін, және алдыда осы қадам соңғы қадам. Осы қадамның арқасында шешім белгілі болады. Бұл шешім осыған байланысты болады. Негізі көп нәрсені өтіп қойдық біз, бірақ осы соңғы қадам болғаннан кейін анандай бір шешетін қадам сияқты да мен үшін. Және күйеуім екеуміздің де тағдырын шешетін сияқты да бір жағынан. Екінші жағынан енді шынайы неке болғаннан кейін қорқатын несі бар деген сияқты да. Барлық сұрақтарына жауап бере алатын сияқтымын. Мүмкін бір нелер есіме шығып кетуі мүмкін. Бір даталарда, өйткені олар бізден сұрайды, сендер екінші рет қалай, қашан кездестіңдер, екінші свиданияда не істедіңдер деген сұрақтар қоюы мүмкін. Ол енді есімде бар, бірақ бәрібір де кім біледі. Қобалжығаннан бірдеңе ұмытып кетем ба деймін да. Сол қазір 1 сағаттан кейін біз шығуымыз керек. Сосын қазір айтам, қазір 9-дан 10 кетті, мен осы жақында тұрдым, күйеуім қазір таңғы ас істеп жатыр, мен жай ғана тұрдым. Сөйтіп таңғы асымызды ішіп, сөйтіп елшілікке барамыз. Мен шашымды үстіп жинай салдым, сәл скромны болу үшін. Скромна қазақша не дейді екен, есіме шығып тұр. Және де осындай кейін көрсетем киген нәрсемді. Негізі анандай скандинавский стиль ұнайды маған. Сондай өздері сияқты сондай не кидім. Long sleeve, жолақ және үстінен джинс жейде кием. Менің аутфитім десе болады. Және де мынандай джинс жейде. Осылай болады. Қалдырып кетті, түсіріп кетті жолдан. Ары қарай жүре алмаймын деп, соны жаяу кетіп бара жатырмыз. Жаным отыр ғой мықты. Ой, жаным. Үйшігі бар өзінің. Thousands of tears later. Жаңа ғана сұхбаттан шықтым. Ол тәжірибе өте нашар болды. Мен жылап шықтым. Өйткені ол жерде анандай түрмедегідей телефонмен сөйлесесің да, ана сұхбат бергенде ше, ойбай, мен өзімді анандай бір қылмыскер сияқты сезіндім. Сосын барып олар адамша былай нені тыңдағысы келмеді да, тарихты. Олар тек қана сұрақ қояды, ана компьютерде жазады, болды, анандай жауап бересің, жауап бергенде қысқаша ғана айтуың керексің, өйткені ол жауапты теруге үлгермейді. Сол үшін бәрін қысқа қылып айттым. Сонымен мен көңілінен шықпады, өйткені мен ойладым, бұл интервью анандай бір өзіңнің
сол жаңағы неке құрған тарихыңды айтып беру адам жағынан мынандай қағазда емес та, фактілер ғана емес, бірақ оқиғаның бәрін, қалай танысқанымызды, нәрселерді айтып беретін шығармын десем, тек қана факт бойынша қашан кездестіңдер, қашан үйлендіңдер, тойда кім болды деген сондай ғана сұрақтар болды. Не болды сонда деп ше, өйткені кез келген адам өтірікте үйлене салып, бұл әшейін сұрақтарға дайындалса болады дедім да. Сондай бізге мүмкіндік бермеді. Адам жағынан өзімізді көрсетуге сомен біртүрлі болып жылап шықтым. Өйткені тағы бір онша емес нашар сәт болды. Мен өзім жаңағы Швецияға негізінде Эстонияда істеп жатып, Швецияда жұмыс тауып, Швецияға сол жаңа жұмыс ықтиярхатпен кіргеніме туралы айтқан кезде, ол сенің некеңе қандай қатысың бар деп сондай сұрақ қойды да. Жаман болдым ше. Анандай ренжіп қалдым ғой сол кезде. Ренжіп емес, енді біртүрлі болып қалдым. Өйткені мен өзім сол нені айтып жатырмын ғой, историяны айтып жатырмын ғой, не үшін ол менен сөйтіп, неге ол маған сондай сұрақ қояды деген сияқты біртүрлі болып кейін жылап шықтым. Солай енді отырмыз, эмоцияларымды шығарып, кішкене жауап алдым, жынданып та алдым. Сонымен отырмыз осылай. Дәретханасы. Please address our or Tenry magazine. Thank you for your attention. Қайырлы кеш, құрметті қондар мен мырзалар, мен Анна Кристина, мен осы сапардан хабар телеграмын. Сіздерді Ирастан әуе компаниясы шабындыда көруге қуаныштымыз. Сапардан жайлы болу үшін мен инженерлеріміздің бар күшімізді саламыз. Біз намазлап жолаушыларды алындыру баптырымызды бір жұмыс жасап көруіміз ерекше қуаныш. Сәлем достар, мен Швецияға жетіп келдім, кеше ұшып келгенмін. Енді ғана далаға шығып жатырмын. Бүгін сәл демалайын дегеннен, бірақ жата алмай кеттім үйде. Демаламай да, не жата алмай да. Сонымен қазір далаға шығып жатырмын. Және де мына үйді қарасаңдаршы. Қалай сәндеген үйін. Әдемі. Тағы бірдеңе жазып қойыпты. Til barn cancer fonden. Неге қарсы? Балалар рагіне қарсы жазып қойыпты. Бірдеңе жазуды.
сәл серуенге шықтым. Сонымен әлі бірінші әсер түсініксіз. Бірінші әсер енді қуаныш, әрине. Қазақстанда отырып сәл мен ығырым шығып кетті, шаршап кеттім. Мына жерге келіп сәл өзімді сәл бір бостандық алған сияқтымын. Сонымен енді Швецияда өмір басқаша, барлық әсер аэропортта басталды. Өйткені паспорт контрольда өте жаңағы қонақжайлы офицер әйел болды. Күліп, былай жымиып, маған сөйтіп сөйледі. Және біз екеуім пәтер сатып алған, сол пәтерге бірінші рет кірдім кеше. Негізі өзінің үйің болған күшті екен. Әсер басқаша, өзімді күшті, былай қауіпсіз сезінем. Негізі Алматыда мен тұрғанда 10 жылдың ішінде 20 рет көшіп шықтым. Содан өте қатты шаршап, өте қатты қиналдым. Негізі Алматыда өмір қиын, пәтерін болмаса. Жалпы да Алматыда өмір қиын ғой қазір енді. Адам көп, көлік көп, бәрі тығыз. Сол үшін мен Алматыда өте қатты қиналдым. Бір сәтте қатты қиналғаннан Шымкентке де қайтқым келді, бірақ Шымкентке қайтсам не істеймін деп сөйтіп екі ойлы болып жүрген кезде Эстонияға оқуға түстім ғой. Мен өйткені есімде бір сәтте Алматыда сол жаңағы пәтерден қиналғаннан кейін жалға алу қиын ғой ол жерде. Жақсы пәтердің иесін табу, жақсы көршілерді табу қиын ғой. Сол үшін мен бір кезде жаман қатты қиналғаннан кейін болды. Мен ендігі жылы бұл жерде болмаймын деп шештім. Сосын сөйтіп оқуға түсіп кеттім. Адамда ниет болу керек, ниет. Сол үшін егер бірдеңені қаласаң, ниетің болса, орындалады деп есептеймін. Біраз Стокгольмді көрсеткім келіп тұр. Әсіресе мынандай кішкентай нәрселерді. Мысалы, бізде көбінесе бұндай жолды өтетіндер несі бола ма, жынысы бола ма білмеймін. Бірақ бұл жерде папасы мен қызы болады. Сәл өш қапты, бірақтан неде бірінші рет мен ондайды Финляндияда байқадым. Сосын Швецияға келгенде Швецияда да сондай екен. Міне Швецияның үйлері осындай. Мынау 2 этажды үй екен. Шаша кішкене. Мына үйдің шашасы ғой. Негізі адамдар бұл жерде енді қатты дайындалады Рождествоға. Бірақтан мен сәл қаланың шет жағында болғаннан кейін өте білінбейді. Мінекей папамыздың басы жоқ екен. Басы өшіп қапты. Бірақ велосипед сау болып тұр. Менің қазір осы түсіріп келе жатып байқағаным, мен тіпті камераға сөйлеуге, былай камерамен жүруге Швецияда ұялмайды екенмін. Өйткені адамдарға бәрібір, сосын бұл жерде кім не істесе, ешкімнің ісі жоқ. Ұят деген нәрсе жоқ деп па. Және мысалы мен Қазақстанда біртүрлі болатын едім. Мысалы мен Алматыда менде пересадка болды. Сол кезде мен бизнес-лаунжға кірген кезде мен сәл видеоға түсіруге қысылдым. Сол үшін мен содан байқадым да, бәрібір Қазақстанда өзімді еркін сезіне алмайды екенмін. Білмеймін неге екен. Сол ұят шығар. Ұят. Бұл жерде еркін жүре берем. Мысалы, мына жерде микрофоным да бар. Мен Қазақстанда болсам, басқа адамдар ойбай, кто она такая, өзі туралы не деп ойлап жатыр, не сонша күшті ма не деген сияқты. Сондай адамдар ойлайтын сияқты да. Ал бұл жерде бәріне бәрібір. Сол. Мен бірінші рет Швецияға келгенде жұмыспен сол кезде осы ауданда тұратынмын. Мынандай жер үйлер жақта. Сол осы енді район аудан біздің
пәтерден алыс болмағаннан кейін осы жаққа келіп тұрмын. Сәл есіме салу үшін бір кішкене ностальгия ретінде. Негізі бұл енді аймақ күшті. Тек жер үйлер осы жерде тұрғанда, өзінде Америкада тұрғанда сияқты болып сезінетін, бір кинодағыдай. Шынымен де сондай. Өте тыныш. Аудан сосын менімен бірінші сол кезде бір көрші қыз амандасқан. Адамдар далада амандасады екен ғой. Күшті деп ойлағам сол кезде. Ұнайды, қарасаңдаршы. Айнасын, терезесін. Барлықтар осындай жаңағы майшамдар жағып қояды. Терезенің алдына қойып. Міне мен осы көшеде тұратынмын. Талдар өте көп болатын. Енді көп қой, жазда күшті болып тұрады, жап-жасыл болып. Ал мына аялдамадан, мына аялдамадан жұмысқа баратын. Машинаны жай айдайды, асықпай. Адамды өткізіп. Мен қазір отырмын далада. Және ойлаймын да, сонда да Швецияда рахат, өте тыныш. Анау Қазақстанда жүрегін тыныш таппай, сөйтіп осы тыныштықты осы жақта тауып отырмын. Мен әшейін осы далада отырған өзінде да, мысалы мынау жаңағы аймақта отырмын, жер үйлер. Әшейін отырған өзінде ешқандай үрей жоқ, жүрегімде тыныштық. Ал мысалы мен Шымкентте мысалы жерде тұрамын ғой, далаға шықсам болды, бір дискомфорт сезем. Үрей, бір қорқыныш, қазір мен үрей келіп бірдеңе істеп кете ма, мен алдап кете ма, өйтіп кете ма, бүйтіп кете ма. Білмеймін, сондай бір қорқыныш біздің адамдардан бар менде. Соны қазір мен ойлап жатырмын да. Мен негізі ол қорқынышты, үрейді қанша проработка жасаймын да. Сонда мен ойлап жатырмын, бұл қорқыныш негізі менде өзім сол психикамдағы қорқыныш па, әлде ол осы қоршаған ортаға байланысты ма деп.